Ар мısın көк аспан, ар mısın жер ана, қайырлыдан достары, сәлемет сізге. Отырамыз. Ал балалар, суретке мұқият қараймыз. Аян. Суретте қай мезгіл бейнеленген? Көктем мезгілі. Дұрыс айтасың. Көктем мезгілінің ауа райының ерекшеліктерін білесіздер ме? Қандай болады? Жылы болады. Сосын суық, көктемде бірде суық, бірде жылы болады. Және жылы жақта бізге құстар ұшып келеді, қыз бала бәйшешек гүлдерін жинап жүр, көктемнің ең бірінші гүлдері. Қар еріп, жылғалардан су ағып жатыр. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сендермен өтетініміз Жамилаға арналған жастықша. Балалар, суретке қараңдаршы. Суретте не бейнеледі? Не? Жастық. Ал мыналар? Не деді? Кім деді? Төсекше, құрақ көрпе деп айтамыз және. Жастық. Жақсы. Осындай заттар кім үйінде бар? Атаның үйінде бар, ата-әженің үйінде бар. Аяжан, сендерде бар ма осындай? Құрақ көрпелер бар. Әр үйде құрақ көрпелер, жастықтар бар. Бұл құрақ көрпелер, жастықтарды біздің әжелеріміз, аналарымыз жіппен иненің көмегімен құрақ-құрақтардан құрап жасайды. Ал біз онымен не істейміз осы заттармен? Жастықпен не істейміз біз? Жатамыз, жастыққа басымызды саламыз, ал құрақ көрпелерді асымызға саламыз. Қонақ келгенде үстелдің жанына төссе, кісілер отырады, солай ма? Солай, жақсы. Мінеке қараңдаршы, құрақ көрпелердің түрлері әртүрлі болады. Мінеке қараңдаршы, оюлармен, әртүрлі пішіндермен жасалған құрақ көрпе. Ал бүгінгі біздің сабақта өтетініміз, біз танысатын сендермен ботагөз өрнегі, құрағы деп айтуға болады. Мінеке, ботагөз құрағы екі пішіндерден құралған құрақ. Мінеке, қызыл түсті құрақ қандай пішін? Ош-бұрыш, дұрыс. Ал мінеке, көк түсі бар. Квадрат, шаршы, төртбұрыш құрамнан жасалған. Ал бізде бүгін бала қонаққа келген Айгерім қуыршақ. Айгерім қуыршаққа құрақ жайында айтып береміз, оған өте құрақтар, көрпешелер барлығы ұнайды. Мінеке біз Айгерімнің көйлегі қандай? Қазақ қыздарының көйлегі, ал мінеке, ал алдарында тұрған бізде кигіз үй. Кигіз үйдің ішінде бізде мінеке жастықтар, көрпешелер барлығы орналасқан. Ол бұрынғы заманда кигіз үйде болса, қазіргі әрбір үйде, әр жанұяда бар. Ал енді бүгін біз сендермен жапсыру сабағында ботагөз құрағын үш бөліктен құралған пішіндерден жасаймыз. Біріншісі ең үлкені қандай түсті? Қараңдаршы, шаршыны. Жасыл түсті. Екіншісі сары түсті. Және үшіншісі қызыл түсті. Жақсы. Сонда неше пішіннен біз жасаймыз? Санайықшы. Үш шаршыдан жасайтын боламыз. Бірақ оның пішіндері әртүрлі. Айгерім қуыршаққа өте осы құрақтар ұнайды. Сондықтан біз бүгін ботагөз құрағын қалай құрастыру екенін біз сендермен жасап береміз.
ал сендерді үстел үстіне жұмыс жасауға шақырамын. Ал балалар, мінекей, алдарында жатқан ботагөз құрағының бөліктері, иә? Қазір сендермен жасыл бөлік бізде дайын. Иә? Соған сендер алдарында жатқан мінекей жас сары мен қызыл түсті бөліктерін өздерің қиып аласыңдар. Жасыл түстің үстіне суретке қарап, орналастырамыз. Бірінші сендерге көрсетем. Сосын бірақ жұмысты бастаймыз. Мінекей жасыл түсті бізде құрақ дайын. Соның үстіне сары түсті құрақты жабыстыру үшін сарының астына жерім. Енді сурет бойынша біз қиғаштап қоямыз, иә? Шетінен шығып кетпеу керексіңдер. Мінекей, орналастық па? Біз ұқсас па? Ұқсас. Қызыл түстіні тура қоямыз. Осылай. Жақсы ма? Әдемі ма? Әдемі. Бұл бізде ботагөз құрағы. Ал қайнеке балалар, ботагөз құрағы біз жастыққа орналастық. Қайталаймыз? Жастық. Орысша қалай болады? Подушка. Қайда бірге қайталаймыз? Жастық. Подушка. Ал түстерді қайталаймыз балалар? Орысша. Зеленый. Сары. Желтый. Қызыл. Красный. Жақсы, жарайсын алтын. Жақсы. Ал балалар, қазір жұмыс жасағанда қайшымен абайлап жұмыс жасаймыз. Ақырын. Қалай ғой? Тоқта, Айкім, Айзере, тоқта. Бірінші біз сары түстіні қиып аламыз. Жақсы. Абайлап. Дұрыс. Әдемі қиып аламыз. Және қия ғой. Әдемілер қиып аламыз. Аха, жақсы. Әлбетті. Шетін әдемілеп, ақ түстін алып тастаймыз. Алтын жақсы. Асықпаңдар. Асықпаймыз. Әдемілеп. Және қағазды былай ұстаймыз. Және бірінші қиып аламыз. Сосын жеңілдейміз бәріміз бірге. Қағазды қытайық. Және қағазды дұрыс қойып. Енді бұл қағазды. Сен сары түсті ме? Жақсы, қоя ғой. Енді қызыл түсті жарайсыз. Міне мына шеттерін алып тастаймыз. Бізде көрмейді суретте ақ түсі жоқ қой. Аяғын әдемілеп шеттерін алып тастаймыз. Көрмейді ме? Жоқ, және бірінші қызыл түсті қиып аламыз. Бірінші қызыл сары түсті қиып аламыз, сосын бірге желімдейміз. Алтын. Жоқ, енді шетін алып тастағанбыз. Ақты алып тастағанбыз. Жақсы. Айлин, жақсы жарайсың, Айлин. Әдемі бар, түсі қалдырма. Сызық бойымен түзу қиып аламыз әдемілеп.
Qayşымен жұмыс жасағанда абайға ақырын жақсы. Енді қызыл түсті қия қой. Қиып алған қағаздарды бір жерге жинап, жұмыс жасап отырған қиып тастаймыз. Арттан қиып тастайды. Жұмыс жасап жатқан стөлдің үстінде таза жұмыс жасау керек. Жақсы нұрисам, қиям. Мына шетіндегі міне сары сызық бойымен түзу қиямыз. Ақтың үстіне алып тастаймыз. Ашады. Сызық бойымен сары сызық көріп тұрсың ғой, сонымен түзу жақсы жарайсың. Қоя қой, күтіп. Сөйтіп қазір барлық қиып болады, сосын бірге жемдейміз, қайшын алып қоймыз. Аймен мына шеттері кетісті, қызылдың неге ақы қалып қойды. Мына шеттерін екі сызықты кетісті. Жақсы еді, қызыл түсті. Шашыны қиып аламыз. Жоқ, міне алтынманы қиып аламыз. Міне қызыл. Бізден сары және қызыл бар. Жақсы. Жоқ, мен қана шетінде қалып қойды сізге. Көрдің ба, мені бұлаға тістейміз. Міне, әлбені көрдің ба? Жақсы. Енді мұна бір сызықты қиып аласың. Айлен, алдында жатқан қағаздарды жинап қоямыз. Жақсы. Алтын қалды. Айзере қайшыны тәліккен үстіне қоя қой. Болсам. Жақсы. Қасап қой. Жарайсың ба? Жоқ, әлі жерін демейміз. Таза апайда сосын жерімді қоятындар. Болды, қанекей. Жақсы жарайсыңдар. Енді алдарда жатқан қағаздарды бір шетіне жинап қоямыз. Қиып алған бөлшектерді алдарына қойып қойыңдар. Қазір бірге желімдейміз. Алтын қоямыз. Болды, жақсы. Болды, қойып. Аяна. Қайшыларды жинап қоямыз. Болды, жақсы жарайды. Қиямыз. Жақсы жарайсың. Ал қайшыларды жинап қоямыз. Жоқ, жерімді алмаймыз. Қазір бірге желімдейміз. Қағаздарды жинап қоямыз. Айзина, болды ма? Болды. Қоя ғой, қашына, жақсы. Ал, балалар кішкене қолдарын шаршап қалған шығар, иә? Әнекей бірінші жұмысты бітірдік. Алдарына қол қойыңдар бөлшектерді. Қолымызды жаттықтырып жіберейік. Әнекей, менімен бірге қайталаймыз. Қолдарымызды жұмамыз. Қатырақ. Аяжын. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Серуенге шықты. Саусақтар. Қайтарып жинаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жинала қалды. Саусақтар. Тағы да қайталып жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5. Серуенге шықты. Саусақтар. 1, 2, 3, 4, 5. Жинала қалды. Саусақтар. Жақсы. Қолдарымызды жаттықтырып алдық. Енді алдарында жатқан желімдерді аламыз. Айзере. Алтын алды. Ең бірінші қайтысты желімдейміз. Қараңдар мына жерге. Сары түсті. Бірақ қиғаштап. Не көрдіңдер ме? Қалай? Жақсы.
шетінен бірінші сары түсті шашының бір бөлшегін желімдейміз. Қараңыз, шетінен шығып кетпей, шашын шетінен шығып кетпей, жоқ, шетінен шығып кетпейміз. Желімдеп болғаннан кейін үстінен қатырақ басамыз. Аяна суретке қара қалай қара қалай апастеді? Аяна қараймыз, дұрыстап жоқ. Қиғаштап. Жақсы. Алина қара. Не қисылып кеттің? Шетіне шығып кетті. Шетіне шығып кетсе, біздің жастығымыз әдемі болмайды. Дұрыс. Клейін. Қиғаштап. Қане қалай? Көрсетші. Жабыстырамыз. Бірақ түзу жабыстырамыз. Сөйлетке қараңызшы. Жақсы. Айзере жақсы, керемет. Жақсы. Сары түсіні болса, қызыл түсіні алып жабыстырамыз. Ортасына. Жақсы. Аймен болса, желінің арқағын жауып қойып, орнына салып қоямыз. Жақсы, жарайсың. Кім болды желімдерін қақпағын жауып, жақсы алдың, жарайсың. Жақсы. Желімді қақпағын жауып қойып. Жақсы. Қалай жабыстыру керек? Шетінен шығып кетпей, түзу, жақсы. Жақсы, Айзере. Енді қызыл түсті қояды. Болды, жарайсың. Желімдерді жинаймыз, Аяжан. Желімдерді сала қойды. Тәрелкенің үстіне сала қойды. Жақсы. Айзере. Жақсы, Айзере. Енді соңғы бөлшегін. Желімді қоя қой. Дұрыс. Жақсы, жарайсың. Айзере желімді жап қойып. Ал балалар, неге жарайсыңдар? Біз бүгін ботагөз құрағын құрап, бөлшектерді бір-біріне орналастырып, осындай әдемі құран жасадық. Қанеке, бір-біріне көрсетіңдерші жұмыстарыңды. Айнем, көрсе қойшы қане. Жақсы, керемет. Мінеке, Альбина көрсе қосылай. Көрсете қой. Жақсы, алдарына қойыңдар. Енді балалар, сабақты қорыта келгенде, бүгін біз қандай құрақ жасадық? Жастық құрағын. Ботагөз құрағын жасадық. Қандай бөлшектерден жасадық? Әне айтыңдаршы? Қандай пішін? Ол түсі, ал пішінің? Пішін қандай? Ол түсі, Аяжан. Пішін. Төртбұрыш, немесе төртбұрыш квадрат деп айтамыз. Неше бөлшектен құрады? Қане санайшы? Үш бөлшектен құрап, осындай әдемі ботагөз құрағын жасадық. Ал балалар, сіздерге сабақ ұнады ма? Әнеке бір-біріңізге қосып